Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қытайский мотоцикл немесе мопедтердегі осы реле туралы көрсететін боламын. Реленің жұмысы және релені қалай тексеруге болады ең оңай әдіспен. Енді бұл барыстағы реленің негізгі ролы аккумуляторға зарядка беру және мотоцикл от алып тұрған кезде раманы токпен қамдау ролын атқарады. Бұл енді реленің 4 сымдық, 5 сымдықтары болады. Енді бұл екеуінде көп фарқ бола бермейді. Енді бұл релені токпен қамдап тұрған динамомыз. Бұл әзірге сіздерге көрсетіп отырған 5 сымдық динамо. Бұндағы бізге релеге ток беретін күлгін және мына сары және жасыл. Бұл ақ сызықты жасыл. Енді бұл жасыл негізгі жағдайда масса болып жұмыс атқарады. Кейбір мотоциклдерде бұл динамодан шыққаннан кейін бірден масса ролын атқарса, енді кейбір мотоциклдерде бұл рамаға жалғанғаннан кейін ғана барып масса ролын атқарады. Енді осы үшеуінен келген ток бізге релеге келеді. Реле бізге қажетті осы қызыл тоқсымды шығарып береді. Яғни 12 вольттық бізге қызыл плюс шығарып береді. Осы плюстың бір басы аккумуляторға барып зарядка береді. Енді бір басы замокқа келеді. Замокқа келгеннен кейін кілт қосқан жағдайда осы қызылды қара тоқсымға жалғап, ары қарай мотоциклдің бойындағы барлық процесті осы қара тоқсым жұмыс жасап береді. Енді мотоцикліңіздегі аккумуляторыңыз зарядка алмаса, немесе мотоциклдің бойындағы ток жоғалып кететін болса, онда оны тексерудің ең бір қарапайым әдісі мына кішкентай лампочка. Осы арқылы тексеруге болады. Енді ол үшін ең алдымен динамодан бастап тексереміз. Динамодағы сары мен мына қызыл сары екеуіне осы лампочканы жалғап көре салсақ, бірден белгілі. Егер осы лампочкамыз жанып тұрса, яғни динамомыз ток беріп тұр деген сөз. Немесе сары мен жасылға, немесе күлгін сары мен жасылға осы лампочканы жалғасақ, егер жанып тұрса, онда динамомыз жұмыс жасап тұр деген сөз. Енді релені тексеру барысында бұл релені егер күшті ток беретін болса, жаңағы аккумуляторымызды қайнатып жібереді, немесе лампочкаларды күйдіріп солай тоқтатпай қояды. Егер өзінің қуатында ток бере алмаса, онда аккумуляторды зарядка бере алмайды және лампочкаларды сығырайтып дұрыс жаға алмайды. Енді бұны тексеру барысында да мына қызыл тоқсымды шығарып аламыз да, мотоцикл от алып тұрған жағдайда, жаңа динамоны тексергенде де мотоцикл от алып тұрған жағдайда тексереміз. Мына релені тексергенде де мотоцикл от алып тұрған жағдайда тексереміз. Енді бұны тексеру барысында мотоцикл мүлдем өшіп қалмайды. Мотордың ток жолы басқа. Ал бұл ток беру бұл өз бір басқа. Сондықтан мотоцикл от алып тұрған жағдайда осыларды тексереміз. Жаңағы мына релені тексерудің ең оңай әдісі осы қызыл тоқсымды шығарып алғаннан кейін бір басын лампочкаға жалғап, бір басын жаңағы массаға тигізсек, осы лампочканың қаншалық жанып тұрғанына қарап, реленің қалай жұмыс жасап тұрғанын көре аламыз. Егер лампочкамыз қатты жарық болып кетсе, онда бұл реле өзінің нормасынан артық беріп тұр деген сөз. Егер сығырайып жанатын болса, бұл өзінің нормасына жеткізе алмай тұр деген сөз. Сол енді лампочканың қаншалық жанатындығын барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Сол өзінің дәрежесінде жағып тұрса, онда бұл релеміз дұрыс жұмыс жасап тұрған болып есептеледі. Енді бұны тестермен де тексеріп көрсетемін. Алдыда оның да видеоларын салатын боламыз. Егер видео ұнап жатса, қажеттеріңізге жараған болса, достарыңызға бөлісіп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.